Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, ерекше болып пісетін, түріне қарасаң сүйсініп жейтін тағамдардың бірі жаппасай тағамын әзірлейтін боламын. Ең алдымен мен қамырын дайындап аламын. Ол үшін бір жұмыртқаға жарты қасықтай тұз салып, 80 грамм суда електен өткізілген ұнды вилканың көмегімен араластыра отырып, содан кейін қолдың көмегімен илейтін боламын. Қамырды әбден демалып, иі қанғанша, осылайша қамырды ең алдымен илеп дайындап қоямын. Содан кейін барып, мінекей енді салмасын дайындаймын. Салмасына ет, пияз, морков, картоп және де тәтті бұрыш қажет болады. Картопты кубиктеп, шамалы ірілеу қылып, осылайша турап аламын. Мінекей барлық салмасын осылай дайындап аламын. Содан кейін мінекей барлығы дайын, қамырды илеп қойдым, салмасын турап алдым. Енді қызып тұрған орташа отта майда осылай қазір етімді салып, етімді бірінші қуырып аламын. Мінекей етім қуырылып жатыр. Енді осының үстіне мен пиязымды, яғни жуамды бірге араластырып отырып қуырамын. Мінекей жуа мен пияз бірге қуырылды. Енді осының үстіне мен қазір томат бір қасықтай, одан кейін тәтті болу үшін паприканы қосатын боламын. Және де қызарып пісу үшін мінекей осыларды қостым. Енді мен морковымды пісіріп аламын шамалап. Содан кейін оның үстіне тәтті бұрышымды салатын боламын. Одан кейін картопымды салдым. Мінекей осылайша барлығын бірге қуырып, содан кейін үстіне картобы бататындай етіп су құямын. Осылайша жай отта, орташа отта пісіріп аламыз және дәміне қарай тұз салдым. Енді біз бағанағы қамырды осылайша оқтаудың көмегімен жазып, мінекей жазып алдым қамырды. Енді оның бетіне осылай май жағамын. Май жағып болдым. Енді оны кубиктеп кесетін боламын. Барлығын осылай кесіп аламын. Мінекей енді қайнап жатқан судың бетіне осы қамырдың барлығын жайып салатын боламын. Майлаған жағын астына қаратып, осылай салсаңыздар болады. Бұл тағам менің отбасыма, балаларыма өте қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ерекше дәмді тағам. Мінекей осылайша 30 минутта астын жай отта басып пісіріп аламын. Мінекей менің жаппасай тағамым пісті. Енді мен осыны қамырын ең алдымен барлығын шетінен алып, орап, жиегіне қойып аламын. Өте қатты ысы.
Сондықтан қасықпен осылай мінекей барлығын қамырды жайып алдым бетіндегі. Енді салмасын бетіне салатын боламын. Өте оңай әрі тез дайындалады. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін, сондықтан жасап қараңыздар. Дәмін, иісін айтып жеткізу мүмкін емес. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасаңыздар. Мінекей осылайша енді осының бетіне мен аскөкті септім. Ас болсын. Мінекей біздің тағамыз дайын болды. Менің рецептім сіздерге ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Және де сау болыңыздар.